Саламатсыңдар ма, білім алушылар? Бүгінгі сабағымыз қазақ тілі мен әдебиеті пәні 8-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Талап Сұлтанбеков «Ғажайып планета». Сабақтың мақсаты: мәтін тақырыбы, тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау. Тұрақты тіркестер мен көркемдегіш құралдарды қолданып, ауызша мәтіндер құрау. Топтастыру, суреттер сөйлейді әдісі. Ғажайып планета тақырыбында мақал мәтел берілген. Суреттерді сөзбен жазыңдар. Бүгінгі тақырыбымыздың жаңа сөздері: жарықтандыр, освещать; тың, свежий; зиялы, интеллигент; тіркелуші, регистрант; нақты, точный. Бірінші тапсырма: Талап Сұлтанбековтың өміріне қысқаша шолу жасаймыз. Талап Сұлтанбеков қай жылы дүниеге келді? 1930 жылы 1 қыркүйек. Талап Сұлтанбековтың еңбектерін ата: Көшпелі алтын, Лұқман Хәкім, Жүрек тулайды, Ғажайып планета, 500-ден астам көркем кинолардың авторы. Қандай жылдар аралықта Талап Сұлтанбеков білім және еңбек журналында қызмет атқарды? 1962-1970 жылдары қызмет атқарды. Төртінші тапсырма: Ғажайып планета мәтінін мұқият оқып шық. Мәтін соңы жұмыс. Галереяда ой шарлау әдісі. Балалар, сіздерге сұрақ: суреттерден не көріп тұрсыңдар? Сабақ тақырыбына қатысты сурет бойынша өз ойыңды 2 сөйлеммен білдір. Бесінші тапсырма: мәтіндегі қою қаріппен жазылған сөздердің синонимдарын, антонимдарын, амонимдарын теріп жазыңдар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Бегімбетова Балнұр Бақытжанқызы.